сыртында бір 30-35 жасар ұйғыр алтын магазині бар екен. Өнекей мен оған тұрып сұрадым, сен өзі арманың бар ма сенің дедім. Адамның іздегені байлық болса, сенің алтын магазinin бар екен. Адам жете алмай жүр ғой мұны. Сенің алтын магазinin бар екен. Ал енді біз бірнеше мың километрден Кабаға келіп, о жерге құлшылық қылуға келдік. Сен 5 уақыт намазын Кабада оқып тұрсың. Сенің арманың бар ма дедім. Хазірет деді, менің арманым шексіз деді. Неге? Мен Қытайдан келген ұйғырмын деді. Не болыпты ұйғыр болсам? Менің азаматтығым жоқ деді. Шығып кет десе, қақы кетемін деп, түнде есіме түскенде думалап ұқтай алмай аунап шығамын деді. Мен сүйерде, кеме сүйерде қалғанымда жақсы болар екен. Сол өлген ұйғырлармен бірге өлгенімде, тірі болғанымен тірі жүргенімде жақсы болар екен. А берге байлық қылғанда немене қыламын мен? Отаным жоқ. Ол әркім өзінің елі болмаса болмайды екен, Хазіретте. Біз өзіміздің отанымызда отырмыз. Өзіміздің отанымызды сыйлай алмасақ, оны құрметтей алмасақ, онда біздің өте ұят болады бізге. Отанды сыйлау керек, отанның құнын білу керек. Жаңағы ұйғыр туғанымыздың айтқан сөзі адам баласының сүйегін сырқырататын сөз ғой. Отаны жоқ адам, адам ба деді. Мен әшейін жүрген біреуімін, байлық не қылады маған деді. Өзім түнімен ұқтай алмай шығамын деді. Сонда сіздер қазір байсыздар. Бәрің өзің отаныңда, өзің жерінде отырсыңдар. Не десең, бәрі өзің неңде тұр. Олай болатын болса, отанның қадірін, отанның не екенін бағалай отырып жұмыс істеуіміз керек, ынтымаққа баруымыз керек. Мәселен, діндар болсақ, дінімізді де жақсы ұстайық, және отанымызды қорғау, отанды сүю мәселесін қолға алайық.